Кеше мен сторис салып едім ғой, қыздар жігіттер білесіздер. Өзіміздің Қайратқа балет етейік, бүйтейік деп. Сол кезде маған халық болғаннан ғой, ішінде бір сәл малдау жігіттер мен қыздар жазған болатын, типа сен Өзбекстан қайдағы патриот, қайдағы Реал, қайдағы Қайрат деп ше, например. Мен әңгімесі жоқ, Реалдың фанатымын 2009-дан бері. Бірақ бұл жерде енді Қайрат ойнағаннан кейін білмеймін, Қайрат үшін дау тұра жүрік, ұйықтаған жоқпыз. Мен кешеге бері тамақ ішкен жоқпын, даталап айтайын. Андай сәл өте алмай қалдық та, бля. Хотя бір гол салған кезде біз үшін ол праздник еді. Әшейін біз Реалмен ойнағанымыз үшін соншалықты мынақты қолдаушылардың өзі жыртылып жатыр да. Мынандай ғой, короче. Қайрат! Қайрат! Ешкім жоқ, блядь. Қайрат! Қолдаңдар зайбал. Алматы столица мира, эй! Эй! Алматы столица мира, эй! Эй! Ну, ладно, енді кетемін сен. Как будто 5-0 жеңген сияқты қуанып жүріп қой, біз, бля. Мен әңгімесі жоқ, бірақ Реалдың ойыншыларын ешқайсысын көрген жоқпын, но көтің ашып тұрғаны бар еп. Көрмегенім жоқ. Қайрат! Қайрат! Неқта шандай жүрген адамдар бар әлі қолдап, бүйтіп ше. Но все-таки бір болса да ше, бір алды ғой нахуй айтатын ше. Реалға салды ғой деп па. Мен кеншегім өзі Реалдың фанаты, тура өзім сияқты. Бірақ енді бұл жерде Қайрат один. Алматы столица мира, эй! Эй! Алматы столица мира, эй! Эй! А так Қайратқа ренжімеңіздер. Жаним, Турхан. Эй! Айт! Алматы столица мира, эй! Эй! Жаным әшін. Ауылда болсам асырап алатын мен. Қалада қайқайым, үйде багерам бар, мысығым ше. Мына екеу төбелеп ше. Кетші. Кім? Нұриле Анжақы бар. Пожалуйста. Билет жоқ, Қайрат. Реалға билет жоқ, қайтыңдар. Реалға ренжімеңдер, аңыз. Ол один Лига чемпионатта топ-1 командаға қарсы ойнап тастады. Еще Алматыға сонша праздник берді. Елдер әлі ұйықтап атқан жоқ. Еще біздің вратарь жас жігіт, соны қолдап кәдімгідей көтерілді. Керек емес, блогер сымақтарды бәрі көтеріп, подписка істеп. Но мынандай ғой, короче. Біз ашынғаннан жүрген жоқпыз, дауытыра негізінде. Біз үшін бұл праздник негізі. Мен әңгімесі жоқ, Реалдың ешқандай бір ойыншыларын көре алған жоқпын көзіммен. Шыны керек. Стадионның жанына барып, кешкі 5:30-нан бастап түнгі 10:30-ға дейін жүрсек те кіре алмадық. Шыны керек, мойындау керек. Он біреулер типа сендер. Анау, мынау типа блогер сымақ. Başına ötет қатырған. Жасыл ғой, жан жүрсейші. Я переживаете? Перешардыңдар натуре. Билет аласыңдар да, короче, саттыңдар. И то и вообще билет вообще не ғой, қалай? Неактивный билеттер саттыңдар. Ұялыңдаршы, өз-өзімізді наебать етуді қойсаңдаршы. Кіріп кеткен билеттерді бізге пихать етіп, это вообще неактивный билеттер. Просто сол неактивный билеттермен жаңағыдай бізді наебать еткен перекупщиктер басқасы бәрі фигня, ладно. Ладно, 5-0, окей, футбол қақпайтын адамдар айтады. Айтуы мүмкін, айтып атқанда шығар, типа, жаңа 5-0, просрали, бля, натуры, 5-0, не ол? Жас қақпашыны бізді жерге салып атқан шығар. Сендер көрдіңдер футболды, көрдіңдер ма еще? Ол қақпашы до конца ойнатсады негізі. Барынша тырысты. Бізде защитамен, по идее, бізде защита опорный еще в этот вода, нападающий вообще просрать етіп әңгімесі жоқ, дастан сатпай отқа сендік қой, жас жігіт болғанмен ол олмайды, жас жігіт не бар 17-те. Окей, 17-18-де толатқанда шар кім біледі оны, я біз 17. Өлдің ба, сорлы 40 қана жер. Нече, ол жас жігіт ертең жарат, просто оны бір шетелге сату керек сияқты. Анау жақсы ойнайды. Не болса да біз Қайрат үшін до конца болеть етіп, дау тұра жүрдік. Жеңіліп қалса да, окей, айтады жар, 5 минут жеңіл. Бірақ бағана біз стрим
біз стрим аштық еще матч кезінде и эфир аштық иә Адамдар бізге адамдардың жазғандарын көрсеңдер ғой бізге былай айтайын окей мен өзбек деп жамандап жатсыңдар ғой өзбек деп бізге жау керек емес типа іште жау жетеді айтып жатқан әңгімелердің жаңағы әңгімелер ше Реал жеңді 5-0 ура деп о малау сол Реалдың келуіне себеп дұрыс па? андай ғой мысалы Реалдың келуіне себеп Реалдың келуіне қайрат себепші болды жаңа мені бүйтіп шеттетеді ғой мысалы өзбек сен қайдағы патриот анау сен қазақ болып Реалға болеть етіп отырсың ғой маған не ал дейсің мен мына жерде бір ашынып жатқан дүнием бір Реал қайрат бір гол салған сосын қыздар жігіттер мынандай әңгіме айтқым келіп тұр ше жоқ ана жерге кіріп кетеміз жаңа мысалы матч жақта жүріп қой мысалы кіре алмай короче мал болып жүріп ана жерде билеті барлар басқасы бар қалалым деп айқайлайды да бүйтіп бетіне қарайсың ғой мына жұтып қояды да бүйтіп ше қалалым бірдеңе дейді бүйтіп қарайсың түріне қарап ше че там не болды деймін ғой жұтып қояды либо былай ғой жігіттер қыздарына қалалым деп жамандап қарамаңдар қалалым деп айтқаннан кейін көріп жүргендер мойындаңдар андай ғой білесіңдерші біреулер айтады мен қалалым қоста көрмеймін анау